Құрметті қазақстандықтар, құрметті жетісулықтар, бұл үндеуді Бейбіт Өксікбайұлы Исабаев мырзаға жолдаймын. Және Талдықорған көп салалық емхананың бас дәрігері қызметін атқарып отырған қазірге Жансенгеров Арман Серікұлының отставкаға кетуін талап етемін. Бұл менің жеке ойым, жеке пікірім. Ертең ол кісі министрлікте отырмайтынына кім кепіл? Ол кісінің таныстығымен, ол кісінің жаңағы мықтылық қасиеттері өте көп қой. Ертең денсаулық сақтау министрлігінде отырса, таңғалмаңыздар. Можете вот так просто уйти? Арман Серикович? Мне работу мешаете, понимаете? Как это я мешаю? Мне пациент поступил. Ну, кто может ответить? Ну, спросите там, папа. У кого спросить? Ну, осылай жұмыс жасайды, көрдіңіздер ғой. Сұрақтарға жауап беретін біреу бар ма орынбасарлардан? Жоқ, мен неге баруым керек? Осы жерге шақыра қойыңыз. Қалай жұмыс жасайды көрдіңіздер ме? Осы кісілерге мемлекет тарапынан қаржы бөлініп, оларға жалақы төлену керек пе жалпы? Армысыздар, құрметті қазақстандықтар, құрметті жетісулықтар, бүгін облыс әкімі Бейбіт Өксікбайұлы Исабаевқа осы үндеуді жолдағым келеді. Бұл үндеудің басты мақсаты бір жүйеде бір адам болады, сол жүйенің, сол бағыттың дәрежесін түсіретін бір адамдар болады. Президент күнделікті сөзінде айтады, халыққа жақын болып, халықтың мұң-мұқтажын тыңдап, бір ашық мемлекет бар екенін көрсетіңіздер. Жұмысты солай істеңіздер, сын пікірді қабылдаңыздар, халықтың жан айқайын тыңдаңыздар, халықпен бірге болыңыздар дейді. Облыс әкімі тура солай мені сын пікір айтатын журналист ретінде үнемі тыңдайды. Арыздарымды қарайды. Оның ішіндегі дүние дәлелденсе шара қолданылады. Мен облыс әкімінің тарапынан ешқандай зәбір көріп, болмаса қысым көріп, болмаса аузыма қақпақ болған уақыт болған емес. Ол кісі қандай дәрежеде тұрса да үнемі журналист ретінде тыңдап, халықтың мұң-мұқтажын естіп, оған қандай да бір шара қолдану керек болса қолданатыны анық. Ол мен облыс әкімін мақтап жақтау үшін мен облыстан өкіметтен жалпы ешқандай қаржы алмаймын. Маған жалақы төлемейді. Мен ол кісіні мақтау үшін маған бір арнайы бір көмек жасалмайды. Бірақ бар дүниені бар деп айтатын журналистердің қатарынанмын. Маған үнемі жаңағы егер мен дәлелдеп берген нәрсе болатын болса, оған заңды түрде шара қолданылады. Ал енді бүгінгі таңда Бейбіт Өксікбайұлы бірінші басшы ретінде денсаулық сақтау саласын айтпаймын. Бұл жерде Жансенгеров Арман Серікұлының жеке басы, өзінің азаматтық позициясы, ер азаматтық позициясы, адами болмысына баға беруіңізді сұраймын. Ол кісі адам ретінде адамгершілігі төмен ба деп есептеймін, тәкаппар ма деп есептеймін, бірінші басшы болуға лайықты емес қасиеттер көп па деп ойлаймын. Ол кісі халықты тыңдау барысында өзін жоғары санап, өзінің қызметін асыра пайдаланып, кіші медицина персоналының жаңағы құқығын бұза ма деп ойлаймын. Жалпы маған үнемі өзімнің жұмысымды жасауға кедергі жасайтын әрекеттер өте көп. Бүгін бірден ұлттық қауіпсіздік комитетіне хабарласып, мені заңсыз біз әрекетке барып, жаңағы бір жиналысқа қатысты депті. Біріншіден, ол жиналысқа қатысу үшін менде арнайы лицензия бар, мен аккредитованный дейді ғой. Мемлекеттен рұқсатым бар журналистпін, біріншіден. Екіншіден, бізде ресми арыз-шағым бар, ол өтінішпен тіркелген, тексерсеңіздер болады. Одан мен ұлттық қауіпсіздік комитетіне звондаған кезде, неліктен өзінің сол мәселені шеше алмайтындығы проблема шын мәнінде бар ғой, қазір оны естисіздер. Қарапайым халық өзінің жан айқайын айтуға келген кезде қалай айғай-шу шығарып, бірінші басшы ретінде өзін қызметін асыра пайдаланып, адамгершілігін төмендігін көрсетіп, оларға қысым көрсетіп, моральдық тұрғыда олардың ешкім емес екенін көрсеткісі келген басшы бізге қаншалықты қажет? Үкімет тарапынан ондай адамдарға не үшін жалақы төлеуіміз керек? Әкесі депутат ретінде менің үстінен сотқа берді ма? Берді. Анасы бүкіл топ болып менің үстінен сотқа берді ма? Берді. Сонда Жансенгеровтер отбасының несі артық? Басқа біздің қоғам мүшелерінің несі артық? Ақшасы көп па? Байланысы бар ма? Ұлттық қауіпсіздік комитетінде туыстар бар ма? Болмаса мен одан не үшін қорқуым керек? Не үшін қорқуым керек? Ол кісі шын мәнінде шектен шыққан әрекеттер жасауы мүмкін деген міне көптеген арыздар шағымдар келіп түсіп жатыр. Қанша заң бұзушылық тіркелді? Неге ол кісіге бір шара қолданылмайды? Осы денсаулық сақтау саласында ол кісі осылай заңсыз әрекеттер жасағандықтан ба деп ойлаймын, денсаулық сақтау саласының әбден дәрежесі түсіп кеткендей. Ол кісі басшы болып істеп тұрғанда қанша заңсыздықтар анықталды. Бірақ ол кісі жеңіл құтылып кетті. Басқа жерге барды, бас дәрігер бола салды. Енді бас дәрігер болса да неге кіші медициналық персоналды тыңдап, оларға заңды қойып тұрған сұраққа жауап беруден бас тартып, журналистпен алысып, ұлттық қауіпсіздік комитетіне звондап, жалған ақпарат береді. Неліктен? Неге өзінің жұмысын атқара алмайтындығын айта алмайды? Неге сол халықтың мұң-мұқтажын тыңдамадым демейді? Неге оларға заңсыз заң шеңберінде түсініктеме жұмыстарын жасай алмайды? Неліктен?
Неліктен біз сол үшін облыс әкіміне баруымыз керек? Неліктен біз президентке айтуымыз керек? Неліктен үнемі біздер Астанаға жүгінуіміз керек? Неліктен? Құрметті Бейбіт Өксікбайұлы, егер бірінші басшы өзінің қызметін атқара алмаса, өзінің адами мемлекеттік қызметкер ретінде этика мен эстетиканы білмесе, моральдық ұстанымы төмен болса, халықтың жанайқайын тыңдамаса, өзінің қызметін асыра пайдаланса, көпшілікке сыйластық танытпаса, осындай басшылар бізге не үшін қажет? Неге бұндай адамға біз ары қарай денсаулық сақтау саласының дәрежесін түсіре беруге мүмкіндік беруіміз керек? Не үшін? Мен не үшін ол кісіден қорқуым керек? Ол кісінің ұлттық қауіпсіздік комитетінде туысқаны болғандықтан ба? Ол кісінің биографиясы мен географиясы бола ма? Бұл жерде трайбализм фактісі бар ма? Болмаса, мен қандай заңсыздық жасадым? Егер маған шын мәнінде арыз шағым түсіп жатса, соны жеткізгеннен бастап менің кінәм не? Құрметті Бейбіт Өксікбайұлы, егер заң алдында бәріміз бірдей болатын болсақ, бұл кісінің жасаған әрекетіне қазір осы жиналыс барысында қандай сөздер айтқандығы, өзінің қалай ұстанымы, өзін қалай ұстап тұрғандығын мен сізге толық видеосын да көрсетемін. Осы жерде қазір үзіндісін де көрсетемін. Оған сіз құқықтық баға беріп, ол кісі бірінші басшы болуға лайықты ма? Емес пе? Осыған бүкіл халық болып баға берейікші. Шектен шыққан адам болса, оған заң бар екенін көрсетейікші. Егер шын мәнінде ол кісінің әрекетінде заңды болса, заңды деп жаза кетіңіздерші. Мен шатыспайын онда. Сосын қарапайым халықты тыңдамайтын басшының әрекеті дұрыс болса, барлықтарыңыз бірегей солай жазып кетіңіздер. Одан кейін заңсыз әрекеттер егер соншалықты біздің елде құпталатын болса, онда заңның қажеті жоқ шығар. Құрметті Бейбіт Өксікбайұлы, өзіңіздің объективті, жан-жақты, заң алдында бірдей қағидаты дұрыс жұмыс жасап, өз шешімін табады деген ойда сізге осы үндеуді жолдап отырмын. Қазір өткен жиналысқа баға берсеңіз, ол кісінің әрбір айтқан сөзіне, әрекетіне баға беріп кетсеңіз, одан кейін осы арызды президент әкімшілігіне де жолдап, үкімет тарапынан да құқықтық баға беру керек деп есептеймін. Құрметті жетісулықтар, Жетісу облысы көпсалалы емханаға келіп тұрмыз. Мына жерде әкімшілік бар, есепшілер бар, қазір бас дәрігер кіру керек. Мына жердегі мәселе мінекей біздің санитар медбикелер өзінің жалақысына наразы екенін, болмаса жалақы туралы ақпараттың біле алмай жүргенін, болмаса жаңағы жалақының аз мөлшерде ме екенін, болмаса толыққанды емес пе екенін мөлшерін анықтай алмай, кейбіреуі жай ақпарат ала алмай, кейбіреуі басшылыққа кіре алмай, толыққанды жаңағы өзінің қызметіне деген есептейді ғой. Сол есепті ала алмай жүрген азаматтардың арызымен келіп тұрмыз. Жиналдыңыздар. Одан кейін жаңағы арыз шағым түсіріпсіздер алдында, сосын қайтарып алыпсыздар. Себебі неде? Араларыңызда сол адамдар бар ма? Бар, иә. Ол кезде енді жай қорқытты ма? Сонда сіздерге арыз жазуға болмайды деді ма? Неден қорқыттыңыздар? Бұл сіздің құқықтарыңыз ғой, неден қорқыттыңыздар? Жай жалақыны тексертуге неден қорқыттыңыздар? Біз жаздық, одан кейін ол арызымызды қайталап түсіндіріп айтып бердіші, сіздер дұрыс жасаған жоқсыздар деп. Несі дұрыс емес екен сонда? Несі дұрыс болмады? Мына кісінікі мысалы жазылды, тексеріс басталып жатыр, ол жерде дұрыс емес дүниелер анықталып жатыр ғой, сонда сіздер неден қорқыттыңыздар деймін де? Жоқ, біз қорыққан жоқпыз ештеңеден. Бізге просто түсіндіру шаралары болды ғой бұл жерде. Сосын қайтарып алыңыздар деді ма? Жақсы. Қайда бас дәрігерлеріңіз қайда? Бас дәрігер ана бізде реанимацияда ауыр халде науқас. Жоқ, ол бас дәрігердің қатысысыз болатын дүние. Сіздер мына жерде алдында да тура солай жауап берген, қашып кеткен. Жақсы. Саламатсыз ба? Жақсы, рахмет. Дина Балхашқызы. Дина Балхашқызы, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз. Вас кто официально пригласил? Вот эти лица. Кто? Покажите, пожалуйста. А я не обязана вам отчитываться, Арман Сергеевич? Я официальное лицо? Вы не официально. Ага. Объяснение верно? ДВГ жаздыңыз ба? Ага. Жақсы. Енді, жауабыңыз берді ма? Ага. Жауап біз сізге берді ма? Енді?
Ну, объясните еще раз тогда по заработной плате. Ерлан, подключи, пожалуйста. Нет, потому что у кого еще по заработной плате? Какие есть вопросы? У всех есть, да? Объясните тогда, давайте. Сегодня в лесе, да, сағат 12-де это объяснение болды ма? Нет, что там дальше? Болды ма? Я один вопрос спрашиваю. Болды ма? Жақсы, хорошо. Слайд распечатали. Арман Серикович, еще жалпы халықтың сұрауы мынандай да, бухгалтерия тарапынан, то есть құрметпен қарау жоқ, жәнегідей, ол кісілер кез келген адамның құқығы келіп сұрап, уточнять етуге, иә, сол жағынан корректный жауап жоқ. Сол себепті пришлось осылай келуге, да? Жақсы. Нақты кім сондай жауабын берді? Жоқ, міне қараңыз, 12-де келді, Арман Серикович, кесін. Договор тогда. Властейші, конкретно, вот если сондай сейчас сұрақ вот возник, да, давайте айтайық. Жаңа ғана айтты сізге, 12-де бізге түсіндірді, бірақ толық емес деп жатыр. Бүкіл коллектив отырған. Бүкіл коллектив. Бүкіл ТГМБ коллектив. Тек қана приемный покой түсінген жоқ. Сол үшін приемный покой отдельно мы собрали, чтобы им уже разъяснительную беседу провести. Бүкіл коллектив отырған. Коллектив-то для примера 700 адам. Бүкіл 700 адам, в принципе, поняли, да? Енді приемный покойға отдельно қазір вот нақты, чтобы уже объяснение разъяснить. Нет, документ, я сказал, документ. Сіз де мені танып тұрсыз, мен де сізді танимын. Біріншіден, Арман. Алексей, Самжанұлы, аха. Чтобы находиться, это закрытое совещание? Закрытый болу үшін қандай шарт болу керек айтыңызшы? Вы на каком основании? Зарплата. Каждый сайын зарплатаны алсак болады. Мен уже неше рет спрашивала. И бухгалтерияға лично өзім барып есептеп бердім. Лично составлю. Как положено, если бухгалтерия здесь еще мен там бердім. Объяснение берді ма? ДВГ жаздыңыз ба? Жақсы. Енді, жауабыңыз берді ма? Жауап біз сізге берді ма? Жауабын енді Енді. Властейші, давайте вот конкретно тогда будем это, вот прям пофамильно пойдем. Вот так не пойдет тогда. Вот это сейчас вот они, в принципе, это сағат 12 тоқтар. Сағат 12-де это вот уже это проговаривали, это все видели. Вот давайте вот теперь пофамильно пройдем, чтобы это уже было это объективно и ясно, чтобы и сотрудникам понятно, всем понятно. Олар еще бар ғой түсінбейтіні, біз ана, мен старшин кешіңіз айтамын. Рабочий, біз айтамыз ғой, рабочий күн, мысалы, бір айда 22 күн болады, бір айда 20 күн. Соған байланысты сіздердің бір ставкаларыңыз деймін. Декабрьде бізде, мысалы, 22 сағат күн болды, 176 сағат. 176 сағат, ол бір ставканың сағаты деймін. Содан кейін ноябрьде 20 рабочий күн болды, 160 сағат. Соны түсінбейді бұлар. Бізге қатысымыз қанша оны дейді. Бұл сағаттар мемлекетпен бекітілген. Мемлекет бекітеді, қанша күн айына, қанша сағат айына біз жұмыс жасаймыз. Бізде күнге бөледі. Жалақымыз күнге бөлінеді, бір күндігімізді. Кесім Фрэнк, аты қалай, маңға аты Айгүл, сізге бәрін түсіндіріп бере жатыр ғой, сіз телефонда отырсыз. Ну что за неуважение такое, а? Сіз өзіңіз шақырдыңыз мынау кісіні. Өзіңіз телефонда отырсыз. Содан кейін, как вам объяснять, айтыңызшы? Вот это отношение ваше, понимаете? Вы не хотите слушать? Вот қазір мына жақта мне не то, что делать нечего, а? И вот мынау кісілерге. Вот на то дело пошло. Сейчас өзіңіз білесіз, реанимацияда крайне тяжелая женщина лежит, беременная. Сейчас вот фактически, если снимаете, надо там не находиться. Сіз мына жақта телефонмен отырсыз. Өзің шақырдыңыз мынау кісілерді. И вы не слушаете, понимаете? Вы понимаете, мы собрались, что вы вот такой вот сейчас это. И сіз тыңдамай тұрсыз. Арман Серикович, өтініш, пожалуйста, қазір бүкіл коллективтің көзінше оны обсуждать етпей қойшы қазір. Можно я сейчас это скажу, потому что меня возмущает. Вот объясняют сейчас на данный момент, да, она в телефоне сидит. Түсінді ғой енді. Түсінген жоқ қой, түсінген жоқ. Вот сейчас, если бы она поняла бы, ей уже не... Она внимание обратила же уже сюда. Она уже, мы уже ей 5 раз объясняли. И вот каждый раз одно и то же. Ничего страшного, 6-й раз можно объяснить. Можно, пожалуйста? Хорошо. 6-й раз объяснить. Дисциплину. Сіз адвокат емес қой, юристсіз. Ну, дисциплину в коллективе требовать это наше право. Хорошо? Слушайте, пожалуйста, объясняю. Құны кішкене төмендеді. Содан кейін бүкіл
жұмыскерлер сағатпен екі істейді. жүз мыңға түскен қанша қыздардікі 160 мыңға түскен қанша бір сағаттан 150 мың деген уже ұрыс қой. бір айда көреміз. Біз каждый расчетный соттарыңыздан Жалғыз басты анамын мен мысалы 3 баланы асырап отырмын. 150 мыңға не аламын? кешіріңіздер, біздің қолымызда тұрған жоқ, сіздің зарплатаңызды төмендету, көтеру, ол біздің қолымызда емес. Ол Жоқ, жұмыс деген мынандай, зарплат деген мынандай. Подпись сюда после. Просто енді